Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Жұлдызай. Бүгін сіздермен бір керемет пиццаның немесе тіске басардың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Үйде артық нан қалып қойсам, немесе қатып қалған нандар болса, 5 минутта пицца жасап жіберулеріңізге болады. Алдымен 2 жұмыртқамызды шағып алатын боламыз. Оған шым-шым тұз қосып, шамалап қара бұрыш қосуға болады. Және үйде зеленнің түрлері болса, укроп, көк жуа, петрушка қосып жіберсеңіздер тіпті керемет. Енді шамалап сүтімізді құйып, әбден араластырып алатын боламыз. Мен шағын ғана тапаға жасап жатқасын 2 жұмыртқа қостым. Менде блины жасайтын тапа. Егер сіздерде үлкендеу болса, онда 4-5 жұмыртқа қосасыздар. Бұл жерде мен 2 адамға жасап жатырмын. Сіздердің үйлеріңізде 5-6 жан болса, онда 5-6 жұмыртқа қосасыздар. Енді осының барлығын араластырып алғаннан кейін бұны қойып қоямыз. Енді қызып тұрған тапамызға сары майымызды ертіп аламыз. Үйдің кәдімгі қолдың сары майы болса, өте керемет шығады. Осы жерде әжемнің осындай сары майға ыстық нанды турап бұжыма жасап беретін кездер есіме түсіп отыр. Енді оның дәміне ештеңе жетпейді. Енді осы еріген сары майымызға үйде міне қалып қойған нандарымызды тапаға осылай рет-ретімен қойып шығамыз. Шамалы орындар қалып қойса, нандарымызды сындырып барлық жерлерін жабуға тырысатын боламыз. Әжелеріміз бұрын нанын қиқымында тастатпаушы еді. Енді үйде осылай нандарыңыз қалып қойса, қатып қалса, немесе кебірсіп кетсе, осылай 5 минутта пицца жасап жібердіңіздер. Үйдегі сіздердің балаларыңызға, жақындарыңызға ұнайды. 100%. Енді 2 жағын осылай қызартып аламыз. Жаңағы сары майымыз нанымызға сіңіп, күшті болып тұр. Осылай барлығын кезек-кезек аударып алып, үстіне манағы жасаған растворымызды құямыз. Жолдасым түнде тәтті бірдеңе істеп берші дегесін мен үйде бар затпен жасадым. Бұл жерде менде 2 жұмыртқа ғана және де қалған нандар. Енді қарасам, холодильнигімде шамалы кукуруз бар екен, кукуруз қостым. Сіздерде үйлеріңізде колбаса немесе обедтен қалған қуырылған картоп, огурцы, помидор не бар холодильникта, соның барлығын қоса беруге болады бұл пиццаға. Және әрине үстінен сырды себетін боламыз. Сыр қаншалықты көп болса, соншалықты тәтті болып шығады. Менде енді бұл жерде бар болғаны жұмыртқа, нан, кукуруза мен сыр ғана. Соның өзінде 1-2 минутта бұл пиццаны біз жоқ қылдық жолдасым екеуміз. Балаларыңыз аяқ асты пицца сұрап қалса, немесе 5-тің шайына үйдегілеріңізді қуантқыларыңыз келсе, 5 минутта осы рецептпен тез жасап жібердіңіздер. Бір дәмін көргеннен кейін еш өкінбейсіздер. Енді осылай қақпағын жауып, бір 3-4 минут бұқтыртып аламыз. Сыр осылай созылмалы, күшті болып шығады. Жан-жағын осындай лопаткамен бір тексеріп, осылай тарелкамызға түсіріп аламыз. Ешқандай тапаға жабыспайды. Жеңіл түседі. Турағандағы дауысын қараңыздар сая. Дәл осы видеодағыдай жасап көрсеңіздер, рецепт ұнаған жағдайда каналыма подписка жасап, комментарий жазып, лайк қойып кетіңіздер. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Каналымда осындай көптеген жеңіл рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан видеоларды өткізіп алмас үшін подписка жасап, тіркеліп кетіңіздер.